Бірақ тұрғындарға айта беріңіздер, көмір алмасын. Сол 25 октябрь күні үйлеріңіздің ішіне газ кіреді. Қыркүйек айының 7-сі немесе 11-інің аралығында дейін толық қаланы қамтыған кезде тағы есеп береміз деді. Тағы да қайта жолығатын боламыз. Сол кезде қаламыздың тағы газбен қамту аясындағы бүгінгі берілген уәделердің орындалғанын алдағы бір апта аясында тағы да талқылайтын боламыз. Қала әкімі Рашид Аюп газдандыру жұмыстары бойынша жиын өткізген болатын. Жиында қала ішіндегі газдандыру жұмыстарының біраз олқылықтарын сынға алып, соңғы 2 апта ішінде шешімін табу қажеттігін кесіп айтқан болатын. Осы уақытқа дейін қала ішіндегі газдандыру жұмыстарында қандай өзгерістер болды? Әкімнің жиналысынан кейін нәтиже бар ма? Бүгінгі таңда біз сіздермен осы мәселе төңірегінде толық тарқататын боламыз. Жергілікті биліктің осы жиындағы уәдесіне сеніп көмір алмай отырған тұрғындар да бар. Газ күтіп отырмыз, алмадық көмірді. Октябрьде келеді деген сөз болды ғой баяғыда. Әкім өзі уәде берді ғой. Биылдан қалмайды деп. Биыл қалмайды деп осы мөлтек ауданда айтты ғой. Мен өзім оқыдым сол Фейсбуктан, бірдемеден. Әкімге жетсін осы хабарымыз. Осы уақытқа дейін уәделерге тойған тұрғындар әкімдікке сенуден қалған. Біздің көшеміз үлкен көше, бірақ әлі газ келген жоқ. Жаурағаннан кейін қатты тоңып қалармыз деп көмірімізді, отынымызды алып қамданып отырмыз. Ешқандай труба да тартқан жоқ, ештеңе де келген жоқ, бірақ келеді деген әңгіме 2014-тен бері айтылып жатыр. Мынау жақсы болды, мына жаңағы әкімшілік мырзалардың құлақтарына алтын сырға. Ковид жақсы болды да сылтау енді. Жүдә енді одан бұдан арғарап созайын деп тұр ғой бұлар, құда қаласа. Тірліктері. Қай жерден бірдеңе бір таппай жүреді да бір кілтипан. Жақсы болды енді қазір ковид, ауру, бірдеңе, шірдеңе болды, жоқ, газ жоқ. Осылай ғой енді жауаптар. Басқа не енді? Сол айтарым. Демек сіз әкімдіктің қазан айына дейін толық газдандыру жұмыстары бітеді деген әңгімесіне сенбейсіз? Ойбай, енді труба келмесе қалай енді білмеймін енді. Олар күн-түн жұмысты 3 күннің ішінде бітіріп қоймаса, онда тіпті жақсы болар еді, өте қуанышты болар еді. Қала ішінде 52.037 абонент газ пайдалануы тиіс болса, осы уақытқа дейін 7.285-не газ кірген. Ал оның ішінде осы жылдың басынан бастап қыркүйек айына дейін 1034 абонентке ғана газ тартылған. Сонда әкім мырзаның толық қаланы газбен қамтуға сөз бергендегі бір жылдық көрсеткіші осы болғаны ма? Түркістандық тұрғындар қыркүйек айының соңғы 2 апта көлемінде 258 вагон 18.037 тонна көмір қабылдаған. Яғни бұл түркістандық тұрғындардың қаланы толық газдандыру жұмыстарына сенімсіздік танытып отқандығын көрсетеді. Ал Түркістан қаласында 1 тонна көмірдің бағасы 16 000. Демек қала халқы әкімдіктің мәліметтерінен шаршап, қыстың қамына әлдеқашан кірісіп кеткен. Алайда сөз төркіні газ мәселесіне тірелгенде аяқсыз қала беретін болды. Ал әкімдік тек орындалуы екі талай уәдені берумен әлі келеді.